Қазіргі заманда ата-ана қарым-қатынасы өте мықты болу керек балалардың арасында. Себебі бала ата-анадан қолдауды көрмесе, ол әрине гаджетке жүгіреді. Ол әрине бір зиянды әдеттерге жүгіретін болады. Оның ішінде әке тәрбиесі. Әкеге тоқталғым келіп тұр, себебі көбінесе тәрбиемен қазір бізде аналары айналысып кетеді де. Кейін өсе келе балалар жаңағы аналарының энергетикасын алып өседі. Яғни кішкене ер жүректік жаңа характер қалыптаспай, кішкене сондай бір нәзіктеу ма, сондай болып өседі. Одан кейін бар, бұл әлеуметтік ортада әрине ол көрінетін болады, қатты көрінетін болады. Ал ұлдарға келген кезде мәселе мүлде басқа. Олардың арасында жаңағы ұрыс төбелес деген бар, кейін әскерге барады.